2023 жылы табыс алып келетін сайт арқылы электронды шақырту жасау. Дәл қазір сіздерге осындай шақыру жасауды үйретемін. Осылай сайт жасау арқылы 100% табысқа шығасыз, мен сізге гарантия беремін. Ең алдымен Google-ға tilda деп жазамыз. И бірінші тұрған ссылкаға кіреміз. Бұл біздің осы сайтты жасайтын программа десек те болады. Сайтқа кірген кезде ең алдымен регистрация жасаймыз. Қазір сіздерге қалай жасауын көрсетемін. Ең бірінші есіміңізді, одан кейін электронный почтаңызды және де электронный почтаңыздың паролін жазасыз. Сол арқылы өзіңіздің жеке сайтыңызды ашатын боласыз. Мінекей, мен мына жерде уже өзімнің емейлімді, паролімді жазып, өзіме сайт аштым. Регистрация жасап болғаннан кейін сіздерге осындай окно шығады. Бұл жерге атына мен тойға шақыру деп жасап қойдым. Өздеріңіз қандай сайт жасайсыздар, соның атын жазасыздар. Одан кейін создать новую страницу дегенді басып, пустая страницаны таңдайсыздар. Сол арқылы өздеріңіздің өзгеше шақыртуларыңызды жасайсыздар. Одан кейін шетін бассаңыздар, осылай бірінші обложка қоясыздар. Обложканы өзгерту үшін төбесінде тұрған карандашты таңдап, өзіңіздің алдын ала дайындап қойған галереяңыздағы суреттерді қоя аласыздар. Бұл жерде енді обложкамызды загрузить болғаннан кейін фонына жазу жазылады. Бірінші тойға шақыру деп жаздым, екіншісіне Ернұр Наргиза деп жаздым, яғни кімнің тойына шақырылады, соны жазсаңыздар болады. Егер мен тойымды қайта жасайтын болсам, шақырту қағазын дәл осылай қонақтарыма жіберетін едім, себебі маған өте қатты ұнады. Және де мен бұл жерде минимализм стилінде жасап жатырмын. Андай-мұндай гүлдері жоқ, тек қарапайым черно-белый түрінде жасап жатырмын. Бұл жерде өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, әртүрлі жазуларды әртүрлі цветпен жасауға болады. Мінекей, Ернұр Наргиза тойға шақыру. Енді астына жазу үшін тағы шетін басамызда текстовая обложка дегенді таңдаймыз. Енді бұл жерге, яғни құрметті деген, ағайын туыс, анау-мынау деген сөздерді жазсаңыздар болады. Еш қиындығы жоқ. Мінекей, мына жерде сөйлемдерді өшіріп тастап, өзіміздің готовый текстімізді жазып қоямыз. Мына төбесінен жирный, курсив, асын сызып, әртүрлі жазулармен жазуға болады. Әріптердің арасын ашуға, әріптерді үлкейтуге және де әріптердің түсін өзгертуге осы жерден настройка жасауға болады. Бұл сайттың мүмкіншілігі өте көп. Осы сайт арқылы шақыру жіберсеңіз, тойхананың адресі қайда екенін, соның бәрін осы шақыртуға енгізіп қоюға болады. Және де қанша адам келеді деп жазып, үйінен қанша адам келетінін біліп отыруға да болады. Яғни тойға қанша адам келеді, соны осы шақырту арқылы біле аласыз. Үйреніп алсаңыздар, өте мощный сайт десем де болады. Мен әріптерді үлкейтіп және де абзацтарын туралап жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай, абзацтардың арасын ашуға, әріптердің арасын ашуға, әріптерді үлкейтуге, размерлерін өзгертуге барлығын жасауға болады. Мінекей, мына жерде менің уже бірінші беті дайын болды. Суреті, сөйлемі, обложкасы. Енді осы жерді линиямен бөліп қойғым келіп тұр. Ерекше басқаша өзгеше болады. Мінекей, мынау осыны таңдайын. Міне осылай бірінші абзац, бірінші сурет и ары қарай тағы бір изображение қосамын. Мінекей, көрсетіп тұрмын сіздерге, әртүрлісі бар. Енді тағы бір сурет қосайық. Ол үшін изображениеге кіріп, осы жерден алдын ала дайындалған галереядағы суретімізді загрузить етеміз. Қол үйренгенше басында жасау қиынырақ болады, кейіннен қайта-қайта жасағаннан уже қолдарыңыз тез үйреніп кетеді. Екінші сурет менде осындай черно-белый стиль. Ары қарай
тағы да сөйлем қосамын. Яғни сіздерді ұлымыз Ернұр мен Наргизаның тойына арналған деген тағы бір сөйлем қосамын. Мына жақта сіздерге көрсетіп жатырмын қандай тексттер жазуға болады. Осының ішіндегі ең қарапайымысын таңдап алдым. Мына сөйлемді өшіріп тастап өзіміздің қазақи сөздерімізді жазып қоямыз. Және де алдындағы көрсеткенімдей әріптерін барлығын туралайтын боламыз. Мінекей сөйлеміміз дайын болды. Енді тағы да бір линия қосамын. Жаңағы линияның мына бағытқа қарағанын таңдайық. Мінекей уже әдемі болып келе жатыр. Енді кезекте календар қойғым келіп тұр. Оны да тағы да изображениеге кіріп, алдын ала дайындаған суретімізді таңдап, қай айда болатын еді, сол айдың календарін қоятын боламыз. Суретке әдемі рең береді деген ойдамын. Міне осындай әдемі календар қойдым. Енді астына мекен-жайды, уақытын, күнін, қай сағатта болатынын барлығын жазып қоямыз. Және де той иелерін жазып, осымен өзімнің шақыртуымды аяқтаймын. Осылай өзіңіздің тойыңызға шақырту жасап, ерекшеленсеңіз де болады, немесе осылай шақырту жасап, табыс тапсаңыз да болады мен сияқты. Мен де осылай шақырту қағаздарын жасап, табыс табамын. Егер тойға шақырту жасайтын адам іздеп жүрсеңіз, менің инстаграмыма жазсаңыздар болады. Өте төмен бағада сіздерге шақырту қағаздарын жасап беремін. Фото шақырту, видео шақырту, немесе осы арқылы, сайт арқылы шақыртуды да жасап беретін боламын. Келесі видеода сіздерге видео шақыртуды қалай жасаймын, соны көрсететін боламын. Егер де осы видео көп просмотр жинаса, көп ұзатпай соны видеоны саламын. Ол арқылы да табыс тапсаңыз болады. Кемі айына 50-60 мың теңге таба аласыз. Яғни регулярно айналысатын болсаңыз, одан да көп табыс табуға болады. Негізі қазіргі заманда телефон арқылы табыс табу өте оңай. Келесі видеолардың бірінде осы телефон арқылы табыс табудың құпияларымен бөлісетін боламын. Яғни сіздің телефоныңыз және де интернетіңіз болса болды, табыс табуға шексіз мүмкіндігіңіз бар. Егер видео ұнаса, лайк басып, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге 0 теңгемен бизнес бастауды үйрететін боламын алдағы уақыттарда міндетті түрде. Себебі өзімде еш салымсыз осы телефон арқылы
табыс тауып отырмын және де басқа да адамдарға осы мүмкіндікті үйреткім келеді. Ол үшін бар болғаны менің осы YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар болғаны. Барлықтарыңызға рахмет видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін. Тағы да мінекей менің шақыртуымды бір көріп өтіңіз.